25-ші жыл 14-ші наурыз жұма күні. Жұма қабыл болсын. Жаңа одовка жайында не қойдым, енді цифрлық ақша жайында біраз кішкене сөз қозғағым келеді. Вакцина кезінде мысалы халықты сендірді ғой. Вакцина салмасындар, өлесіңдер, осындай ауру болды, ауру шықты, ана мынау деп. Сонда сатқындар аузына көпіртетін нені алып ап, ұрттап алып жаңағы құлап тыпыр ете салып, артынша сразу әшейінде бір сағатта келмейтін скорый жетіп келе салып, коляскаға сала сап, больницаға апара сап, оны ауру қыла сап. Білмеймін, сондайға келісіп жатқан сатқындар көп қой бізде. Одан кейін байқұс қарапайым қазақ, аңқау қазақ, саяси сауаты жоқ қазақ подъездіне шашып жатса да үндемеді. Автобустардың бәріне былғап, автобустардың бәрін шашты. Жастардың арқаларына канистр неғып. Ей, не шашып жүрсіңдер, білесіңдер ма десем, жоқ, білмеймін дейді. Қанша төлейді десем, күніне 5000 теңге төлейді дейді. Сен білесің бе халықтың улап жатқаныңа? Жоқ, білмеймін дейді. Шофердің өзі сол көзде неғып, улап жатыр ма деп терезесін ашып, бұдан кейін шаштырмаңыз дедім. Көшелерге шашты. Мысалы, мына қазір мен тұрып жатқан жерім Түрксиб, мына жақтарда маса бар, бұл жаққа шашса жарайды ғой, маса деп сендірсе болады. Ал енді жоғары, анау Жандосовадан жоғары, Абаядан жоғары жақтарда маса жоқ қой, ол жақтарға да шашты. Не өлтіріп жатсыңдар десе, масаға шашып жатыр, дезинфекция. Халық ақыр аяғында біліп, оның химтрейл екенін білгеннен кейін төбеден шаша бастады. Қымбат болса да төбеден шашып жатыр. Ол үшін таңертеңгісін тұрасыздар, аспанға қарайсыздар. Сол кезде уже торлап тастаған болады. Сол. Бұған қарсылық білдірдік. Енді бұлардың мақсаты халықтың санын азайту ғой. Вакцина салу, чип салу, ақшаның бәрін цифрлық ақшаға көшіру. Қазір білесіздер, өздеріңіз роботтар істеп жатыр, техникалар істеп жатыр, чопырсыз. Сондықтан халық ояну керек. Каспийлеріңізді тексеріп, сіздердің жаңа қалталарыңыз санап жатыр ма? Ол жақсылық емес. Оданша оны санап жататын болса, онда неге көшесаңыздар? Қолма-қол ақшаға үйрене бастаңыздар қазірден бастап. Цифрлыққа мүлдем баруға болмайды. Цифрлыққа көштім деген сөз уже құрдым деген сөз. Бұғаттай салады бітті. Сосын бір жерге барған кезде ол цифрлық ақша болғаннан кейін сізге анандай қағаз ақша бере алмағаннан кейін сіздің картаңыз сұрайды. Картам жоқ бұғатта дегеннен кімге жіберем дейді. Не досына, не туысына жіберсе, досындағы, туысындағы ол да бақылауда. Мысалы, айына бір 300 000 теңге түсіп тұрса, мына жерде тағы біреуден кеп 200 000, 300 000 тағы түссе, бұл қайдан түскен ақша? Давай налог төле. Кімнің бұғаттап не жатқан қылмыстық іске жатады. Бәленің карточкасымен жұмыс істеп жатсың. Осындай нәрселер істей береді ғой, былай айтқанда. Сондықтан халқым, ұйықтамаңдар, ояныңдар. Саясатпен араласып күресіп жүрсең, Құдайдың разылығында, ақиқаттың жолында қартайып өмірден өткен боласың. Саясатпен араласпай, жай мал құсап өтсең, онда әйтеуір бір малдан төмен адам боласың ғой. Малдың да өзінің өмірге келуге мақсаты бар. Ет береді, сүт береді, жүн береді. А сенің келу мақсатың ұрпаққа тәлім тәрбие беру, отаныңды қорғау, еліңді, жеріңді қорғау. Ал енді мына біздің бірінші жау билік, сатқын билік. Бұл қазақты түгелдей құртып, қазақтың тоқа жерін ғана. Сатқын биліктің ұрпақтарының бәрі шетел азаматтары. Қазақтың жерін сатып, байлығының бәрін алып, Қазақстанның болашағымен не қылмайды, байланыстырмайды. Өздерінде екі азаматтық бар. Қазақ қай кезде миллиондап шығып митингке шығады, сол кезде тайып тұрайын деп тұр. Әйтеуір естілмеген сөз жетім ғой. Естисіздер, көресіздер, сонда бір әсер алмайсыздар ма? Ойланбайсыздар ма? Көздеріңізге қараса, бітейіп, көздеріңіздің ар жағы чоңқыр. Не ойлау қабілеттеріңіз жоқ. Бір түрлі ойланыңыздар. Бұл оңай емес. Менің шашылып жатқан бала шағам да жоқ.
Отан үшін, ел үшін, жер үшін, бала шаға да бәрі де құрбан. Ең қымбатты отан ғой.